Батыс Қазақстан облысында құны 15 миллиард теңгені құрайтын 56 нысан уақытылы тапсырылмаған, яғни өңірдегі әрбір 4-ші құрылыс аяқсыз қалып отыр. Бұл туралы Аманат партиясы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі республикалық кеңесте айтылды. Өңірдегі олқылықтарды зерделеген жиын соңында ісіне салғырт әкімдерге сөгіс берілді. Жергілікті әкімдік дерегінше құрылыстағы майлы жүктің басы басқа облыстардың компанияларына бұйырған. Олар арзан баға ұсынып тендерді жеңгенімен техникасы тапшы, жұмысшылары жеткіліксіз. Осылайша аймақтағы әрбір 4-ші нысан уақытылы салынбайды. Бүгінде өңірдегі мердігерлердің 70% басқа облыстың өкілдері. 2022 жылда нысандардың 25% уақытында берілмеген. Жалпы айтқанда басқа облыстарда осындай көрсеткіштер жоқ. Тиісті бақылау жоқ, және сұрау жоқ. Уақытында жасамады ма, бірден сотқа беру керек. Жосықсыз мердігерлер тізіміне бірде-бір мердігер кірген жоқ. Яғни әкімшілік тарапынан тиісті шара қолданбады. Жүгенсіз мердігерді жазалауға әкімдіктің әлі жетпейді. Сотта сайын десе уақыт ұмытылады. Бірақ мемлекеттік қызметшілердің өздері де заңға бағынбай 186 қылмыстық іс қозғалыпты. Енді мұны партия қатаң қадағалайды. Мемлекеттік органдар коррупцияға қарсы жұмыста формализмге жол бермеу керек. Ол жөнінде де нақты өздеріңіз көрдіңіздер, тапсырмалар берілді. Осы арадағы партияның осы аппаратының қызметкерлері осыдан 10 күн бұрын осында келіп, бүкіл жаңа фактілердің барлығын анықтаған. Олар қай жерде де болса да бұл мәселені бақылауда ұстайтын болады. Жалпы 390 миллион сұрады. Облыстан бөлінген жоқ ондай ақша. Жыл сайын 60 миллион төлейді. Бірақ сұрақ шешілмей жатыр. Ал бұл қалалық полиция бөлімі. Қазақтелеком ғимаратын жалға алған полицейлер пәтершінің күнін кешіп отыр. Ғимарат басқаныкі болғасын, есік терезесіне тор қоя алмайды. Ал алпауыт мекеме нысанды талапқа сай қылу түгілі жөндеуге де асығар емес. Ал жаз айларында кондиционер пеш жөнінде жұмыс жасамайды. Жерде адамдар, ауыратын адамдар былайша айтқанда жүріп кетуі мүмкін. Темір жолдың түйткілі депутаттардың есінде екен. Есігі ашылмайтын ескі вагондар жарты ғасыр бойы жолда жүр. Уақыт орында тұрып қалған сияқты. 90-шы жылдардың ортасында мен енді Алматы мен ортада студент болып жүрдім. Дәл сол кездегі көрініс. Қазір бұл вагондардың ешқайсысы Россияның тіпті талаптарына сәйкес келмейді. Біз енді Ресейдің үстінен өтеміз, білесіздер. Сол кезде осы вагондарды өткізген үшін кәдімгідей үлкен айыппұлдар салынады. Ал осы вагондарды біз Ресейде есептен шығарылған, енді өзінің мерзімі өткен вагондарды біз қып-қызыл ақшаға сатып алып отырмыз. Депутаттар осы жайттерді зерделеп, арнайы мәселе қып көтеретінін жеткізді. Ал өзіне тиісті салаға салғырт қараған шенеуніктерге сөгіс берілді. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал.